Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін бізде керемет бір есеп Берноулли теңсіздігімен дәлелдесек және Каши теңсіздігін қолдану арқылы дәлелдесек деп тұрмын. Бір теңсіздікті екі түрлі тәсілмен, бұл екі тәсілде керемет тәсілдердің бірі. Енді қарайық. 2004-2005 оқу жылында 11 сыныптарға келген есеп екен. Бұл есепте m және n бірден үлкен натурал сан, және сол сандар үшін мына теңсіздік орынды екенін дәлелдеңіз дейді. Енді Берноулли теңсіздігі туралы шамалы тоқталып кетейін. Егер x-1-ден үлкен болса және p натурал сан үшін мына теңсіздік орынды дейді. Екінші жағдайда p бірден үлкен және p нөлден кіші болса мына теңсіздік орынды дейді. Және үшінші жағдайында Берноуллидің p деген санымыз көрсететін дәрежесі, яғни нөлден үлкен және бірден кіші болатын болса, теңсіздік қарасақ алмасып тұр, теңсіздік кіші болып тұр p және x сандарын көбейтіндісінен. Осы үшінші жағдайды сабақ барысында қолданатын боламыз. Енді Каши теңсіздігі туралы да шамалы тоқталып кетейін. Каши теңсіздігін дегеніміз теоремасы кез келген a және v нөлден үлкен екі санның геометриялық ортасы олардың арифметикалық ортасынан аспайды дейді. Енді бізде Каши теңсіздігінің n дәрежелі n саны үшін орынды, яғни n саны үшін a1-ден a-ге дейін болған сандардың көбейтіндісіні 2, осылай a-ге дейін болған сандардың көбейтіндісін n еселі түбірден алсақ, ол геометриялық ортасы шығады. Және осы a1-ден a-ге дейін болған сандардың қосындысын n-ге бөлетін болсақ, оның арифметикалық ортасы шығады. Осы жағдай бізге қажетті болып тұр. Енді геометриялық ортаның арифметикалық ортадан кіші екендігін пайдаланып, мына өрнекті дәлелдеп берейін. Мына өрнекті дәлелдейік. Біз жаза аламыз, a1-дің орнына жаза аламыз. 1 плюс n-ді жазуға болады. a2-ның орнына 1 деген сандарды таңдап алсақ, 1 деген сандарды қоятын болсақ, және бұл жерде бірлер қанша рет қайталанады. Мына жерде m болса, бізде мынау a1-дің орнында болатын болса, және n еселі түбірасында n сан емес, бізде m еселі түбірасында m минус 1, және мына 1-ді қосатын болсақ, жалпы m рет қайталанады. Жалпымыз m. Енді a1-дің орнына 1 плюс n-ді жаздым. a1-дің орнына a2-ның орнына 1-ді осылай жазып шықтым. Жалпы n-ның орнына бізде m тұр. Ендігі мәселе бірлердің қосындысы бізде қаншаны береді? Бізде бірлердің қосындысы m минус 1-ді береді. m минус 1 рет қайталанып тұр. Және бұны жазалам. Осы түрде жазуға болады. Және минус 1 мен плюс 1-ді жойып жіберу арқылы бізде мынандай өрнек пайда болады. n плюс m бөлінген m шығады. Енді бізде тағы мынандай нәрсені пайдалану керек. Мына бірлердің көбейтіндісі, бізде білеміз, бірлердің көбейтіндісі 1 плюс n-ді береді бәрібір. Сонда мына өрнекті қорытындыласақ, бірінші өрнекті қорытындыласақ, бізде мынандай бір теңсіздік пайда болады. Екінші теңсіздік деп жазып қоя салайын. Екінші теңсіздік шығады. Енді дәл осы оймен, осы әдіспен мына екінші өрнекті дәлелдеп берейін. Екінші өрнекті жаза аламыз. 1 плюс m мына жерде 1 рет. Мынауымыз жалпы бұл қайталанады. n минус 1 рет қайталанса, мынауымыз бірлердің қосындысы n минус 1-ді берсе, бізде жаза аламыз мынандай түрде. Және 1 мен минус 1-ді жоятын болсақ,
бізде n плюс n бөлінген n-ді шығады. Мына үшінші деп жазылайын. Үшті жалпы қорытындылап мына жерге жазайын. Төртінші теңсіздік. 2 мен төртінші теңсіздікті сәйкесінше қосатын болсақ не шығады? Сәйкесінше қоссақ. Енді оқушыларда тағы мынандай бір сұрақ болып қалуы мүмкін. Оқырмандарда не үшін мына жерде тең бар да, мына жерде тең жоқ, қатаң түрде теңсіздік болып тұр деген сияқты сұрақтар болып қалса, бұның жауабы былай: арифметикалық орта мен геометриялық орта тең болады. Қай жағдайда A1 плюс A1 тең болсын A2-ге, ол тең болсын A3-ге, осылай жалпы AN-ге тең болса, ол кезде теңдік орынды. Бізде қарасақ, A2-міз 1, A3-міз 1, бәрі 1 болып тұр да, бірақ A1-міз біздің жағдайымызда 1 плюс n болып тұр. N-ің өзі 1-ден үлкен сан болып тұр. Яғни бұл A1-міз бізде A1-міз жалпы A1-міз үлкен болып тұр 1 плюс n-нен, ол үлкен болып тұр 2-ден. Сол кезде, яғни бізде мына теңдік орынды емес. Теңдік орынды емес. Сол нәрсені түсініп алайық. Және мына екінші және төртінші теңсіздікті сәйкесінше екінші және төртінші теңсіздікті біз шамалы түрлендірейік. Мынандай формаға келтірейін. Бізге қажетті формаға келтірейік. Біз айтуға болады, 1 бөлінген A-мыз, A бөлінген 1-міз үлкен болсын, бұл бөлінген 1-ден болса, минус 1 дәрежеге көтерген кезде, яғни 1 бөлінген A кіші болады, 1 бөлінген B-дан, яғни теңсіздік алмасады кіші болады. Осы нәрсені пайдалансақ, бізде мынандай теңсіздік пайда шығады. 1 бөлінген m еселі түбір астында 1 плюс n-іміз кіші болады, мынаның төңкеліп түскен формасына. Так, оны жазайын, мен 5-ші теңсіздік деп жазайын. Және 4-ші теңсіздікті дәл осылай түрлендірсек, айналдырып түсірсек, 6-ші теңсіздік пайда болады. 5-ші және 6-ші теңсіздікті сәйкесінше қосатын болсақ, яғни теңсіздіктің сол жағын сол жаққа, оң жағына қосатын болсақ, бізде пайда болады. Мынандай өрнек, мынандай теңсіздік пайда болады. Бұл теңсіздікті мына сол жағы, мына оң жағы. Так, енді бұл жерде ортақ бөлім 1-ден тиеді. Және мынандай n плюс m-ге бөлсек, ол кезде жауап 1 шығады. Бізге дәлелдеу қажет болған нәрсе сол еді. n плюс m. Және енді Бернулли арқылы, екінші тәсіл, Бернулли арқылы дәлелдесек қалай болатын еді. Бернулли теңсіздігін қолдансақ, жазайын. Біз m еселі түбірді жазалам, бөлшек дәреже формасында жазалам. Енді бөлшек дәреже формасында жазғаннан кейін бізде қазір қарайық. Бізге бұл дегеніміз m дегеніміз 1-ден үлкен сан. Мына жерде шартта берілген 1-ден үлкен сан. Яғни мынамыз m-іміз 1-ден үлкен болса, осы дәрежеміз 1-ден кіші. Яғни p деген санымыз бізде 1-ден кіші болып тұр. Ол кезде Бернуллидің үшінші жағдайдағы теңсіздік. Мына теңсіздік қажет болады біздің есебімізге. Ендігі мәселе қарайық. Мен жазалам мына өрнекті. Бізде p-ның орнында тұрған санымыз, n-ның орнында, x-ның орнында тұрған санымыз n болып тұр. P-ның орнында тұрған санымыз 1 бөлінген m болып тұр. Екінің көбейтіндісі кіші деп жазалам. Енді бұл жерде не үшін тең емес деген сұрақ болса, x деген санымыз бізде
n болып тұр, n x деген санымыз бізде n. Біздің жағдайымызда n болып тұр. N-іміз ол бірден үлкен сан. Ал егер x-іміз 0-ге тең болғанда, теңдік орында еді. X 0 болған кезде, ол кезде мына теңдік орында болатын еді. Бізде x-іміз орында тұрған сан n, n-іміз ол бірден үлкен сан. Сол үшін теңдік емес, қатаң түрде теңсіздікті жазып кеттік. Ендігі мәселе мынаған ортақ бөлім m-нен берсем, және осындай өрнек пайда болады. Так, енді екінші мына өрнекті дәл осы әдіспен, осы методпен қарастырайық. Бізде жазаламыз n еселі түбірасында 1 плюс m-ді жазалам бөлшек дәреже формасында, және ол жердегі 1 бөлінген n-іміз ол бірден кіші екенін ескерсек, ол кезде жазаламыз 1,0 теңсіздігін қолдансақ, бізде мынандай өрнек пайда болады. Ендігі мәселе дәл осы бірінші деп жазсаңыз, бірінші және екінші теңсіздіктерді шамалы түрлендірейік. Яғни біздегі дәл мағына қолданған әдіс a бөлінген 1-ді кіші v бөлінген 1-ден десек, айналдырып түскенде 1 бөлінген a үлкен болады 1 бөлінген v-дан. Яғни мына теңсіздіктің өзгергенін көруге болады. Енді екінші теңсіздікте дәл сондай теңсіздік өзгереді. Ендігі мәселе үшінші теңсіздік деп жазып қояйын. Төртінші теңсіздік. 3 пен 4-ші теңсіздікті мына жерге жаздым. 3 пен 4-ті. Так, осы 3 пен 4-ті сәйкесінше қосатын болсақ, бізге қажетті теңсіздік шығады. 3 пен 4 қосамыз, ортақ бөлім 1-ден береміз. Содан жауап 1 шығады. Бізге теңсіздікті дәлелдеу қажет болған нәрседе сол еді. Бірден үлкен екенін дәлелдеп берсек болды еді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, сұрақтар болса комментарийда қалдырамыз. Бұл екі әдісте олимпиадаға дайындық кезінде көп қажетті теоремалар деп ойлаймын. Рахмет.